Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі онлайн сабағымыздың тақырыбы күлеш белдемшенің түрлеріне лирикалы дайындау. Яғни күлеш белдемше дегеніміз не? Жалпы күлеш белдемше төменгі жағы кең, шолақ немесе ұзын болуы мүмкін. Қозғалысқа ыңғайлы, сәндік жағынан әсерлі, әдемі, әйелдер гардеробында кең таралған үлгі, яғни өзінің ыңғайлылығымен, өзінің әдемілігімен, сәнділігімен баурап алатын белдемше түрлері. Яғни олар әртүрлі болуы мүмкін. Жалпы түрлеріне тоқтала кетсек, ширек күн, яғни 1/4 күлеш, 1/2 күлеш дегеніміз жарты күн болады. Жалпы күн тәріздес юбка болады, солнце, яғни домалақ етіп пішіледі. Жалпы оның полусолнце жарты күні бар. Жарты күн, яғни сол солнце белдемшенің жартысы деп есепке алынады. Гаде белдемше, яғни одан кейін колокол, қоңырау, күлеш белдемше. Жалпы бұл белдемшелер өте ыңғайлы жағынан, әдемілік жағынан бірдей болғанымен олардың пішілуі әртүрлі болады. Яғни солнце белдемшеде күн тәріздес домалақ болады, ал полусолнцеде оның жартысы пішіледі. Күлеш юбкада ширек күнде оның жартысы пішіледі дегендей өзінің өлшем-бірліктері бар. Жалпы біз белдемшені пішкенде бізге екі ғана өлшем бірлік керек болады, яғни адамның бел айналымы. Белдің ең жіңішке жері бойынша горизонталь өлшенеді, яғни белдің ең кіріңкі жерінен алып өлшейміз. Оны біз белге бір жіп байлап қою арқылы сол жерден жоғарыға төменге өлшеп ала береміз, өйткені сол жіп арқылы өлшенген дұрыс. Адамның алдыңғы сабақта айтып кеткендей, адамның киімі өзіне ыңғайлы, жеңіл болу керек, денені қыспау керек. Сол кезде өлшем жақсы алынады. Келесі, мықын айналымы, яғни жамбастың ең шығыңқы нүктесі арқылы өтетін көлденең өлшем. Бұл жамбастың өлшемі не үшін керек десек, ол бізде мысалға юбкамызды белін резина емес, созылмалы емес, яғни тік белдемше өзінің сызығынан белдемше жасау үшін осы жамбастың өлшемі міндетті түрде алынады. Артына замок қойылады. Себебі замокты ашып киген кезде, жамбастан бастап кигенде бізге жамбасымызға жақсы тұру үшін бұл өлшем, жамбас өлшемі міндетті түрде алынады. Егер юбкамыз резина емес, замокпен болған жағдайда. Жалпы резинамен болған жағдайда да осы нені аламыз, өлшемді аламыз, яғни бізге оңай киілу үшін жалпы жамбастың өлшемі маңызды. Одан кейін белдемше ұзындығы, яғни біздің белдемше ұзындығымыз қай жерден келетінін өзіміз шешеміз. Бел сызығынан бастап төмен қарай қажетті ұзындыққа дейін өлшенеді. Яғни адамның бел сызығын бір жанынан адамның бүйір жағынан өлшенеді. Яғни белдің жағы, белімізге байлап қойған жіп бар ғой, сол жіптен төмен қарай қалаған жерімізден ұзындықты алып өлшей беретін боламыз. Жалпы күлеш белдемшенің, жарты күн белдемшесінің сызбасы осындай болады. Бүгінгі жалпы сабақты түсінікті деп ойлаймын. Осы менің жазған анықтамаларымды міндетті түрде жазып алыңыздар. Және де осы бойынша жазып алған лекцияларыңызды тапсырмаға, смарт тапсырмамызға салуды ұсынамын. Егер тақырып сіздерге осы. Сау болыңыздар.